Қайырлы күн, қымбатты көрермендер, сіздермен пайдаларына каналы. Қазіргі таңда алаяқтардың түрлі схемалары бар. Адамдардың атынан несие алады немесе өзінің банктегі шотындағы ақшаларын шешіп алып жатады. Сол жағдайлардан кішкене болсын сақтану үшін бүгін Каспи қосымшасы арқылы қалай алаяқтардан сақтану керектігін көрсетемін. Сондай-ақ менің каналымда Иков қосымшасы арқылы сізге несие берілмейтіндей блок қоюға болады. Ол видеоның қосымша ссылкасын осы видеоның астында қалдырамын. Каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, достар. Ең алдымен Каспи қосымшасына кіреміз. Оң жақ төменгі бұрышында сервисі дегенді басамыз, үстідегі профильге кіреміз, және де өзіміздің аты жөніміз тұрған жерге басып, осы жерден добавить доверенный контакт деген жазуды тауып аламыз. Каспи қосымшасына ата-анаңыздың телефонынан кіресіз, және де 21 жастан асқан сіздің балаңыз сізге осындай сенімді контакт бола алады. Мысалға, егер де ата-анаңыз бөгде адамға қомақты сума аударғалы жатса, онда сізге ата-анаңыздың басқа бір адамға сума аударғалы жатқаны туралы осындай SMS келеді. Сіз оны басып, ол суманы аударуға мүмкіндік бермеуге мүмкіндігіңіз бар. Осы жерден добавить доверенный контакт деп басамызда, телефон номерлері сақталған жерден өзіңіздің балаңызды қосасыз. Мысалға, мен өзімнің ата-анама өзімді қостым. Оны қосқаннан кейін осы жерден сіздің ата-анаңыз Face ID өту керек. Яғни, оны өткеннен кейін жаңағы баласы доверенный контакт болып қосылады. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Арнаға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.